Ерулік беру. Жаңа көшіп келген отбасын құрметтеп қонаққа шақыруды ерулік беру деп атаған. Үй жайын көрсетіп, біздің елге қоныс теуіпсің. Бізді жатырқамай, араласып, құраласып, татулықпен өмір сүр деген ниетпен дастархан жайып ас береді. Отбасының барлық мүшесін түгел шақыратын болған. Көне хикаялар бұл дәстүрді Әнес сахабадан тарады деп айтады. Әнес сахаба қой бағуды кәсіп еткен екен. Пайғамбар Мәдине қаласына келгенде Әнес сахаба 13 жаста болыпты. Пайғамбар Мәдинеге қоныс аударып келгенде Әнес сахаба алдынан шығып қойға бата сұрайды. Пайғамбар батасын берген соң үйіне қонаққа шақырады. Сол күні пайғамбар бала шағасын ертіп, Әнестің үйіне дәм тартады. Әнестің осы кәдесі бүкілі Мәдине шаһарының мұсылмандарына үлгі болыпты. Ертесіне басқа да қала тұрғындары пайғамбарды кезегімен шақырып қонақ еткен екен. Әнестің кәдесі уақыт өте келе қазақ жұртына да сіңіпті. Бұны қазақтар ерулік беру деп атайды.